Нью-Йорк қаласының сырт жағында қарапайым отбасы өмір сүруде. Эдвард және Кони. Олардың Чарли есімді ұлы бар. 11 жыл бірге болған отбасы арасында соңғы кездері бір-біріне деген сезім суып бастағандай. Конидің бар уақыты үй шаруашылығымен, баланы мектепке апарып алып келумен өтуде. Эдвард бизнесмен. Отбасын асырасам, оларды бақытты қылсам деп жүрген қарапайым отағасы. Күндердің бір күні Кони қалаға аттанады. Ол сәттегі ауа райы өзгеріп, қатты жел соғуда. Такси де тоқтар емес. Сонда бір жігіт пайда болып, ол онымен соқтығысып құлап қалады. Екеуі ыңғайсыз жағдайға түсіп қалып, шашылған нәрселерді жинай бастайды. Жігіттің есімі Пол Мартель. Ол қызға көмектесемін деп такси тоқтатуда, бірақ ешкім тоқтар емес. Конидің аяғын жарақаттап алғанын көрген Пол оған жараның бетін тану үшін өз үйіне шақырады. Кони күмәндана қарайды, бірақ жігіт оған зиянсыз әрі сүйкімді көрініп, ол келіседі. Ол жерде ол жігітпен танысып 28 жаста екенін біледі. Жігіт өзінің досының үйінде тұрады және кітап сатумен айналысады. Осылай танысу әңгімесінен кейін Пол оған кітап сыйлап, осы таныстығымыздан естелік болсын дейді. Кешке қарай Кони күйеуіне болған жайтты айтып, оған жас жігіттің көмектескенін айтады. Эдвард жігітке рахмет ретінде жеткізу қызметімен вино беріп жіберуді ұсынады. Ертесіне Кони жігіт сыйлаған кітап ішінен оның телефон номері жазылған қағазды көреді. Кейін қалаға барғанда оған қоңырау шалады. Ол жігіттің мекен жайын сұрап, оған рахмет ретінде сыйлық жібергісі келеді. Бірақ та жігіт оған мұны айтқызып үлгертпей, бірден оны үйіне қонаққа шақырады. Кони оның үйіне барады. Сол жерде ол екеуінің бір-біріне жылы қарауы байқалады. Жігіт оның қолынан ұстап өзіне қаратқысы келеді. Бірақ сол сәтте Кони кетуім керек дейді. Үйге қайтар жолда күйеуі Эдвардқа соғып, өзінің аукционмен айналысқысы келетінін айтады. Кешке үйде Эдвард оның бір түрлі ойланып жүргенін байқайды. Ертесіне Кони тағы жігітке барады. Осы жолы екеуі билеп бір-біріне жақындай бастайды. Кейін ол кетіп қалып, қайта оралып, пальтосын ұмытып кеткенін айтады. Сол сәтте екеуі бір-біріне жабыса кетеді. Кони үйіне қайтуда, өзін кінәлі сезінеді, бірақ бір жағынан қуанышы да байқалады. Осылай жас жігіт екеуі жиі кездесе бастайды. Кони оған кезінде өзінің күйеуі сыйлаған сувенирді сыйлыққа береді. Ол күйеуі екеуі арасында жоғалған сезімді жігіттен табады. Отбасын ұмытып, онымен төсектес болып жүреді. Бірде Пол оны тамақтануға алып барады. Сол жерде көрші столда екі кісі тамақтанып отырған. Соның бірі Эдвардтың жұмыстасы болып шығады. Уақыт өте келе Эдвард әйелінің мінезі өзгере бастағанын байқайды. Жақында сайын дегенде әйелі тіпті бас тартады. Кейін ол әйелінің әдемі іш киім мен жаңа аяқ киім дайындап қойғанын байқайды. Солай Эдвард оған түскі ас кезінде кездесуді ұсынады. Сонда Кони сән салонында кездесуім бар деп бара алмайтынын айтады. Эдвард салонға хабарласып, әйелінің өтірік айтқанын біледі. Осылайша Кони тағы да әлгі жігітке баруда. Сол сәтте жігіттің үйінің қасында екі құрбысымен кездесіп қалады. Олар оны бірге кофе ішуге шақырып, сылтау таба алмаған Кони келіседі. Кафеге барып жігітке қоңырау шалып, төменде кафеде құрбыларымен екенін, оған кейінірек баратынын айтады. Ал жігіт болса ол жерге өзі жетіп келіп, бар алдында отырады. Кони ыңғайсыздана бастайды. Құрбыларының бірі бар алдында отырған оны көрсетіп, мұндай жігітпен қуана-қуана төсектес болар едім дейді. Ал екіншісі өз тәжірибесімен бөлісіп, мен осындайдың кесірінен отбасымды бұзып алғанмын дейді. Кейінірек Кони жігітпен сол жерде-ақ әжетханада әлгі іспен айналысады. Эдвард жұмысында әлгі әйелін өзгемен көрген жұмыстасымен сөзге келіп қалады. Сонда ол Эдвардқа, одан да әйеліңнің жүрісіне қарап алмайсың ба деп айтып қалады. Осылай ол одан сайын күмәндана бастайды. Кейін Эдвард арнайы детектив жалдап, әйелін аңдып, ол жайлы ақпараттар біліп беруін сұрайды. Кешкі ас үстінде Эдвард әйеліне ертеңгі күні жұмыспен бір күнге басқа қалаға кететінін айтады. Кони мұны пайдаланып, күні бойы уақытын Полмен өткізеді. Ол сәтте оны жеке детектив аңдып жүрген болатын. Конидің жас жігітпен кездесуі жиіленіп, тіпті баласы Чарлиді мектептен алу керек екені есінен шығып кетеді. Осылай ол мұның бұлай жалғаспау керек екенін түсініп, жігітке қоңырау шалып айтқысы келеді. Бірақ осы сәтте Чарли келіп қалып кедергі болады. Бұл сәтте Эдвард детективтен әйелі жайында ақпараттарды, жас жігітпен бірге жүрген суреттерін алады. Ертесіне Кони өзін кінәлі санап, мұны тоқтату керек деп, жігітке жеке барып айтуды шешеді. Бірақ жолда ол жігіттің басқа қызбен құшақтасып кетіп бара жатырғанын байқайды. Арттарынан барып екеуінің аймаласып тұрғанын көреді. Жігітті қызғанып, ол қызға тап береді. Кейін жігіт оған бұл қыздың жай ғана дос екенін айтады. Солай Кони жігітке оны көргісі келмейтінін, бәрі біткенін айтады. Бірақ кетер кезде жігіт оны тоқтатып өзіне қарата бастайды. Кони басында қарсы болғанмен соңында жігіттің төсегінен бір шығады. Солай ол кеткен бойдан ол жерге Эдвард келеді. Ол жігітпен көрісіп,
Конидің күйеуі екенін айтады. Жігіт оны үйіне кіргізіп, әйелінің өзі шағым айтқанын айтады. Ол отбасыда сезім суығанын, күйеуімен өмірі қызық емес екенін және қала сыртында тұрудан жалыққанын айтқан. Эдвард айналасына қарап, олардың төсектес болған жерін көреді және өзі сыйға тартқан сувенирді көріп таңғалады. Солай Эдвард өз-өзін ұстай алмай ашу үстінде жігіттің басынан сувенирмен ұрып, оны өлтіріп алады. Айғақтарды тазалап жатқанда телефонға қоңырау келеді. Онда әйелі Кони Полға дауысты хабарлама қалдырған. Ол жылаған күйде мұның бұлай жалғаспау керегін, күйеуіне өтірік айтып, оған ауырлық келтіруден жалыққанын айтқан. Эдвард хабарламаны кетіріп тастап, денені кілемге орап, көлігінің артына салып алып кетеді. Түнге қарай қоқыс свалкасына барып, өлі денеден құтылады. Күндер өтуде, бірақ Эдвардтың ойынан жігітті өлтіргені кетер емес. Бір күні үйіне полиция детективтері келеді. Олар келіп Конидан Пол Мартель есімді жігітпен таныссыз ба деп сұрауда. Олар Конидің телефон номерін жігіттің үйінде столдан тауып алғанын және жігіттің жоғалып кеткенін айтады. Жігіттің жоғалып кеткенін полицияға оның әйелі хабарлаған. Сөйтсек Полдың әйелі бар, бірақ онымен бөлек тұратын. Кони онымен жақын таныс емес екенін, тек одан кітап сатып алғысы келгенін айтады. Полиция кеткеннен кейін Кони жігіт сыйлаған кітаптарды жояды. Бір аптадан кейін олар қайта келіп, жігіттің өлі денесі табылғанын айтады. Сонда Эдвард та, детективтер де Конидің өзінің бір түрлі сезініп қалғанын байқайды. Полиция одан бұрын-соңды Соха районында, Пол тұратын районда болдыңыз ба деп сұрағанда, ешқашан онда болмадым дейді. Бірақ полиция сол жердегі Полдың подъезі алдында парковка үшін Кониға салынған штрафты көрсетеді. Кони бұған сол жердегі асханада құрбыларымен кофе ішкенін айтады. Эдвард детективтерге әйеліне қысым көрсетіп сұрақ қоя бермеуін және кетуін сұрайды. Солай олар кетіп қалады. Бірнеше күннен кейін Кони күйеуінің заттарының арасынан өзінің Полмен жүрген суреттерін көріп, Эдвардтың бәрін білгенін түсінеді. Ал үйде әлгі жігітке апарып берген сувенирдің қайта келгенін көреді. Осылайша ол жігітті Эдвардтың өлтіргенін түсінеді. Одан не болғанын сұрап, Эдвард оған екеуі жайында барлығын білгенін айтады. Және оған отбасы үшін барлығын жасап жүрдім, ал сен барлығын сол жігітпен болып бұздың. Жігіттің орнына негізі сені өлтіргің келген дейді. Кейін қызықты жағдай болады. Кони әлгі сувенир ішінен Эдвардтың өзіне деген махаббат сезімін жазған қағазбен балалары Чарли үшеуінің суретін көреді. Эдвардтың жоспары бойынша Кони мұны өздерінің үйленген күнін тойлайтын кезде көру керек болатын. Кейін ол жігітпен болған суреттерді өртеп, сол кезде Эдвард полицияға барып берілетінін айтады. Бірақ Кони қарсы болып, бәрін басынан бастайық, бұл жайлы ұмытайықшы деп көндіреді. Фильм соңында көлікте келе жатырған олар бағдаршамның қызыл түсіне тоқтауда. Көлік артында Чарли ұйықтап жатыр. Кони күйеуіне басқа жаққа кетіп қалып, есімдерімізді өзгертіп, жаңа өмір бастауымызға болады деуде. Эдвард оны құшақтап алады. Кони жылауда. Кейін біз Эдвардтың көлікті полиция бекеті жанында тоқтатқанын көреміз. Фильм жайында отбасын қалдырып өзгемен төсектес болған Кони жайында ойларыңызды қалдырсаңыз және Эдвардтың орнында болсаңыз, сіз не істер едіңіз? Комментарийға қалдырайық. Арнаны қолдап, лайк басып жазылғандарыңыз үшін рахмет.